Америкада Остин Харуф деген жігіт жақсы ұйықтай алмайтын болған, бессонницамен страдать еткен, ұйықтап кеткен жағдайда сонный параличпен страдать еткен. Колледжде оқып жүргенде көзіне галлюцинация көріне бастайды. Көзіме еш нәрсе көрінбесін, жақсы ұйықтайын деп синтетический вещество шеге бастайды. Түрлі-түрлісін күнде шегіп жүрген бұл жігіттің көзіне бір күні демон көрінеді. Содан кейін шекпейтін де, ішпейтін де болады. Қараңғыдан қорқатын болып қалады. Итімен ұйықтамаса ұйықтай алмайтын болады. 2016 жылы 15 августте таңмен тұрып өзін ит сезінген. Пляжға барып ит сияқты жүгіріп, одан кейін әкесінің үйіне барған. Әкесінен машинасын сұраған. Машинасын бермеймін дегенде машинаның капотына шығып алып ит сияқты секірген. Әкесі кіріп бергенде машинаны айдап достарымен кездескен. Достары ішіп шегіп отырса да бұл ішпеген, шекпеген. Одан кейін әкесімен ресторанда кездескен. Өзін агрессивно сезініп, анасының үйіне кетіп қалған рестораннан. Анасының үйінде шөлдеп кеткеннен су деп ойлап пістемайды ішіп қойған. Анасының үйінде де өзін неадекватно ұстап, ол жерден кетіп қалып, ресторанға барып әкесімен тағы жолыған. Әкесіне супергероймын деп сол жерде кішкене конфликт бола бастайды, и бұл жігіт рестораннан қашып шығып кетіп, жүгіре бастайды. Күн батып қалған, жүгіріп келе жатады, и көзіне қара бір нәрсе көрінеді. Көзіне көрінген қара адамнан қашам деп жарыққа қарай қашады. Жарық гаражда свет жанып тұрған. Ол гаражда мына екі жұп болған. Пенсиядағы кісілер телевизор көріп пиво ішіп отырған. Жас бала кіріп келгенде әйел айқайлап жіберген. Остин гаражға жынданып кеткен адам сияқты кірген, үстінде футболкасы болмаған. Айқайлаған әйелді көргенде көзіне ведьма болып көрініп, пышақтап өлтіріп тастаған. Күйеуі ажыратам дегенде күйеуін ұрып, үстіне отырып алып, бетін жей бастаған. Бұл кісінің көршісі кеп көмектескісі келгенде көршісін де ұрып тастаған. Ол зорға қашып құтылып үйіне барып полиция шақырады. Полициялар келгенде Остин мына кісінің үстіне отырып алып бетін жеп жатқан, пистолетпен ауаға атса да тоқтамаған, электрошокермен ұрғанда электрошокер әсер етпеген Остинге. Полициялар Остиннің басынан ұрып тоқтата бастайды. Сол кезде Остин мені өлтіріңдер, мен адам жеп жатырмын дейді. Полициялар наручник қадап бұл жігітті больницаға апарады. Неге больницаға апарған? Өйткені гаражға кіргенде ішімдік екен деп хлор ішіп қойған. Ішінің бәрі күйіп кеткен. 2 апта ауруханада жатады. Полициялар сұрақ жауап алғанда бір жері есінде, бір жері есінде емес. Ішімдікке синтетикалық затқа тест алған, отрицательно шыққан, яғни қолданбаған. 19 жасар Остинді психиатрлар тексергенде шизофрения деген диагноз қойған. 2 адамды өлтіріп қойғаны үшін өмір бойлық сотталудың орнына психбольницаға емделуге жіберілген. 2006 жылы Сан-Францисконың тұрғындары Джеймс Ким мен Катя 2 қызымен Сиэтл қаласына демалуға барған. Сиэтл қаласында Джеймстің туысқандары тұрған, солардың үйінде 1-2 күн болып, 24 ноябрь 2006 жылы өз қалаларына Сан-Францискоға жолға шығады. Жеңіл машинада за рулем Джеймс болған. Жолда Портленд қаласына кіріп, достарымен кездескен. Ресторанда тамақтанған, кеш болып кеткендіктен бір курортный отельге барып демаламыз деп шешкен. Ол кезде навигатор болмаған, сондықтан қолындағы қағаз карталарына қарап, мына отельді табамыз деп адасып кеткен. Отельге бұрылатын жерден бұрылмай, тіке өтіп кетіп, тауға, орманға қарай шығып кеткен. Бұрылатын жерден өтіп кеткендерін түсінгенде, картаға қайта қарап, қысқа бір жолды қарастырып, сол қысқа жолға қарай бұрылған. Ол жол тупикке әкеп тіреген. Қар жауып тұрған, қатты суық болған, сондықтан қайта артқа қайтып, 3 жол шығатын бір перекрестокқа келіп тоқтаған. Түннің бір уағы болып кеткендіктен таң атқандарын күткен. Таң атқанда 3 жолдың қайсынан барарын білмей, бензин аз қалғандықтан сол жолда перекрестокте тұрмыз, көмек келеді деп күтіп отырған. Бірақ қыстың күні таулы орманды жерлер көктемге дейін жабық тұрады екен, сондықтан ешқандай көмек келмеген. Запас баллондарын жағып, қара түтінмен көмек шақырғысы келген. Ол да болмаған. Өтіп баратқан вертолет бұларды байқамаған. Телефондарында сет ұстамаған. Запас тамақтары 2-3 күннен кейін таусыла бастаған. Катя 7 айлық қызын емізетін болған. Қыздары аштан өлмес үшін 4 жасар қызында емізе бастаған. Жан-жақтың бәрін қар басып қалған, ашық жерлерге сос деп үлкен қылып жазған, вертолеттар көрсін деп. Машинаны жылыту үшін машинаны әр кезде от алдырып қойса да, бензин бір аптадан кейін таусылған.
2 декабрь күні Джеймс картасына қарап 6 километр жерде адамдар тұрады екен. Мен солардан көмек шақырып келем деп, әйелі мен бала шағасын машинада тастап жолға шығады. Қайтарда машинаны тез тауып келу үшін жол жөнекей іздер қалдырып, белгілер қалдырып кетіп отырады. 6 километр жүріп барса, ешқандай адамдар тұрмайды екен. Карта өтірік екен. Қыздары мен машинада қалған Катя 2 күн күйеуін күтеді. Күйеуі келмеген соң 2 қызын алып жолға шығады. Кішкентайын көтеріп алған 4 жасары қолында, сомен еш жүре алмай 100 метр жүреді. Өлетін шығармыз деп ойлаған Катя вертолеттің дауысын естиді. Қолындағы зонтигімен қайта-қайта махать етіп вертолетті өзіне шақырады. Катяны бала шағасымен құтқарады. Ал Джеймс 2 күн бойы жол жүрген, 26 километр жүрген, қатып қалған денесі табылған. Бұлар жоғалғанда коллегалары 30 ноябрь күні полицияға хабарлаған. Полиция біраз таппай жүріп қалған. Вертолетті Джеймстің әкесі жалдаған. Бұл оқиға Қытайда болған. Джоулин деген қыз 1994 жылы престижный университетке студент болып түседі, химия пәніне. Өте білімді, талантты, жан-жақты қыз болған, университеттің топы болған, плюс музыкальный инструментте керемет ойнайтын болған. Джоулин университеттің общежитиясында тұратын болған. Бірінші курстың 3 айында, ноябрьде қыздың іші ауырып, құсып, больницаға түседі. Қатты ауырсынулар болып, мышцалары тартыла бастайды. Шашы 3 күні түсе бастайды. Дәрігерлер диагноз қоя алмайды. 2 ай больницада емделіп, сәл жақсы болады. Сол кезде Джоулин қайтадан университетке баруым керек деп тұрып алады. Қытайдың жаңа жылдық демалысынан кейін университетке барады. Сол кезде университетте үлкен концерт болған, соған қатысып, музыкальный инструментте керемет ойнап шығады. Сол уақытта 8 күн өтеді, 8 күннен кейін қыздың жағдайы 2 есе қиын болады. Жағдайы күрт өзгерген Джоулинді больницаға келеді скороймен. Беттері паралич болады, өкпесі қысылады, одышка, көзін контролировать ете алмайды, көзінің мышцаларын. Сонымен бұл қыз қатты ауырсынып комаға түседі. Айлар өте береді, қыздың жағдайы қиындай береді, шаштары полный түсіп қалған, аппараттар жатыр. Бір күні класстас бір жігіт келіп навестить етеді. Класстасы Джоулиннің диагнозын таппай жатқанын естіп, Джоулиннің анасына біздің университетте интернет дамып жатыр деп айтады. Сол интернеттегі форумға Джоулиннің симптомдарын жазайық, мүмкін басқа докторлар диагнозын табар дейді. Джоулиннің анасы келседі, бұл жігіт интернетте форумға 21 жасар қыз симптомдары осындай, диагноз таппай жатыр деп жазады. Английский жазылған, сондықтан бүкіл әлемнің докторлары ол симптомды көріп, талиден уланған қыз деп жазады. Бұл жігіт ауруханаға кеп, қыз талиден уланған екен деп айтқанда докторлар сенбейді. Өйткені ауруханада талиге тапсыратын тест болмаған. Джоулиннің анасы таныстар арқылы Берлиндегі токсикологияда жұмыс істейтін докторға хабарласты. Ол доктор именно осы талиді зерттеп жүрген екен, сондықтан қыздан тест алады. Сол кезде қыздың талимен уланғаны анықталады. Джоулинді общежитияда бірге жатқан қыз, типа подружка болып жүрген, көре алмаған қыздың ақылдылығын, білімділігін, сондықтан 2 рет улаған. Ол қызды полициялар ұстайды, бірақ өте бай семьядан шыққан қыз екен, сондықтан соттамайды. Ол қыз сотта ақшамен сатып алған ба белгісіз, сотталмай Америкаға көшіп кетеді ол қыз. Джоулин тірі қалады, бірақ денесін бәрі паралич болып жүре алмайды, сөйлей алмай қалады. Мынау 33 жасындағы туған күнінен отрывок, қыз 6 жасар қыз сияқты болып қалған екен. Талиден қыздың миы да зақымданған екен. Мына кісіні 2013 жылы апрель айында адамдар фотоға түсіріп алған. Бұл кісі священник, самолетқа, пленкаға өзін орап мінген. Неге бұлай міндіңіз дегенде, күнә жасамау үшін осылай міндім деген. Біріншіден, әйелдерге денесі тиіп кетпеу керек екен, ал екінші күнә самолетпен ұшқанда мазараттардың төбесімен ұшады. Қанша биіктікте ұшса да, мазараттардың төбесінен ұшу күнә екен. Естімеген елде көп, иногда ойлап қаласың, қаншама біз білмейтін күнәлар бар деп. Негізі өз-өзіңді күтпеудің өзі күнә екен. Оны Шико Шавердің бір жазбасынан оқыдым. Бір қайтыс болған врач туралы жазылған, өте білімді, ақылды врач, постоянно жұмыста болған, қаншама адамның өмірін құтқарған, соңында өзі ауырып қайтыс болады. Сол кезде потусторонный мирға түскен кезде
енді жазбада солай жазылған, потусторонний мирға түскен кезде аштықпен қиналған, қараңғы бір пространствода жатқан, көмектесіңдер деп жатқан, асқазаны қатты ауырып, прям андай қатты аштықты сезінген. Бірнеше уақыттар өткеннен кейін, бірнеше күндер жарық түсіп, ақ киімдегі адам келіп, жарық жаққа әкеткен. Сол кезде барып денесі рахаттанған. И сол кезде ақ киінген адамнан сұраған, неге мені бұлай қинап жатсыңдар? Мен негізі жақсы адам болдым, қаншама адамның өмірін құтқардым дегенде, сен өз өзіңді күтпедің деп айтқан. Өз өзіңе жаның ашымады, мына Құдайдың берген денесін күте алмадың деп айтқан. Докторға сен қуан деген ғой, арқаңнан дұға тілек тілейтін, яғни молитва оқитын адамның қалғанына, сол адамның молитвасының арқасында сен жарыққа шығып жатсың деген. Действительно, ол доктор постоянно жұмыста, ұйқысы нормальный емес, былайша айтқанда өзін вообще күтінбеген ғой. Сөйтіп ауруға дейін жеткізіп, ауырып қайтыс болған. Шико Шаверді білесіздер, известный медиум, мен оны историяларының бірінде айтқан тұғым, кім қандай жазушы деп жүрмеңіздер. Сондықтан өз-өздеріңізді күтіңіздер. Бірінші орын, өз-өзіңіздің мына Құдайдың берген денесін уақытылы ұйықтатып, ауырсаңыздар емделіңіздер, немесе ауырмайтын жол іздеңіздер. Аман болыңыздар.